Шақуат ер адамға тән. Ер адамның ұрығы: бірінші ұрық, екінші шақуат, үшінші шақуат 1, төртінші шақуат 2, бесінші аталық болып, 5 кезеңге бөлініп шақуаттанады. Берел дені жүріп, шақуат 1 пайда болады. Шақуат 1 4 тұқымы бар шақуат 2-ге айналады. Шақуат 2 ешқандай бөліске түспей, бірден пісіп жетілген 4 аталыққа айналады. Аталық ұрық 2 айда шақуаттанып пісіп жетіледі. Ер адамның ұрығының 1 миллилитрінде 20 миллиондай аталық болады. Осыншама көп аталық адам боп өмірге келу үшін таласқа толы күрес жүргізеді. Міне, нағыз өмірге деген құштарлық өмір үшін жанталас. Бұл баланың ойыны емес, ұлт туудың бастауы. Ерлердің 4 аталығы, әйелдің 1 аналығы адам жасауға дайын болып, пісіп жетілсе, әйелдердің 3 аналығы жалған болып шығады. Мықты аталық. Кәлләсінің ені 2,5-3 микрон, қиыршасының ұзындығы 4-5 микрон, өркештің көлемі 3-5 микрон, диаметрі 1 микрон, қиырша 2-3-тің ұзындығы 45-50 микрон, әрі домалақ әдемі болып келетін аталық, мықты аталық. Жаман аталық. 2 басты не басы жоқ, қысқа қиыршалы, 2 қиыршалы, белгісіз шығулары бар, дімкес болып келетін аталық, ауру аталық, дәрігерге қарал. Ұрпақ туу, ұлт туу мақсат, ұрпақтың сау болғаны жақсы. Өмірді өмірмен табыстыратын ұрпақ. Құдай сенің аталығың мен аналығыңа саулық берсін, адам. Тоқтар Бейсенбинов, Ақиқат кітабы, 87-ші бет.